бір сағаттың ішінде ақша таптық. Онда өз-өздеріңізді қамшылайсыздар. Миллионға шығуға уже не бар, шанс бар. Құрметті біздің коттедж тұрғындары, жандарым менің. Бүгінгі күн сейсенбі, білесіздер ғой, әр аптаның сейсенбі күні бір күндік табыс болады. Өздеріңіз білесіздер, ең бірінші келген күні жарияладық. Ең бірінші күнгі тапсырмамыз біздің 100 отказ алып келу, әрі табыс тауып келу болып, таңертең сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін шықтыңыздар. Қаланы аралап, қалай ақша табам деп, сол күні біразыңыз тауып келдіңіздер. Ол күннің қамшысы да болды, жоғарда тәтті компьютер де болды, көрдіңіз, білесіздер, иә? Үйде отырасыздар ма, немесе сыртта отырасыздар ма, әйтеуір табыс тауып келу керексіздер болды. Енді бүгінгі 3-ші сейсенбі сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін бір күндік табыс. Бір күндік табыс деп жариялаймыз сіздерге. Өздеріңіз білесіздер, тек қана әркім өзінің таңдап алған саласы бойынша табасыздар. Жарнамаға бересіз ба, клиентпен сөйлесесіз ба, үйде отырасыз ба, таргет жібересіз ба, OLX-пен жұмыс істейсіз ба, клиентіңіз хабарласып жатса, сыртқа барып клиентке жолығып келуге болады, затыңызды тапсырып келуге болады, немесе үйде отырып тапсырыс алуға болады, немесе базарға барып затыңызды салып келуге болады. Олда ешқандай шектеу жоқ. Тек қана әркім өзінің табысы бойынша табу керек. Енді бұдан бұрын да алдында шықтық қой, бір күндік табысқа. Таптық па? Таптық. Екінші ретінде де таптық, иә. Одан бөлек біз бір сағаттықта таптық, бір сағаттың ішінде ақша таптық. Бүгін неше сағатымыз бар? Кем дегенде 12 сағатымыз бар. Әрбір сағатымызды бөліп салсақ, бізге табу жеңілдеу болады. Бізді шектеп тұрған не? Өзімізді басымыздағы ойымыз. Шектеуді алып тастайық, көз алдына табыстарымен, кешке табыспен келатқандарыңызды елестетіңіздер. Осы арада отыратындар осы арада табады, күлімдеп отырып. Қиналмай ешкім, барлығымыз тауып келеміз. 38 шағым қандай? Бүгінгі сіздердің қамшыларыңыз 5000 теңгеден, әр адам 5000 теңгеден төмен болмау керек. 5000 теңгеден төмен болатын болса, сіздердің қамшыларыңыз сол таппаған 5000 теңгені мына жерге маған өткізесіздер. Ал енді 5000 теңгеден жоғары қарай, ары қарай потолок жоқ, кете береді, кім қанша табады. Так что астындағы қамшы сізді қуалайтын болсын, 5000 теңгені бергілеріңіз келмесе ортаға, онда өз-өздеріңізді қамшылайсыздар. Сосын кешкі сағат 8-де осы жерде жиналамызда алған әсерлеріңізбен бөлісесіздер. Кім қалай тапты, не істеді. Просто бұл жерде кәдімгі осы 2 айда пайдаланып, сіздер өз-өздеріңізді қамшылап, табыс табуға, ұмтылып табыс табудың жолын үйреніп кету керексіздер. Құрметті ондық шабандоздар, не істедіңіздер енді? Бүгін көңіл күйлеріңіз қалай? Шынымен 10 ба? Табыс таптық па? Бірінші бір күндік табысқа шыққан кезде таба алмай келдім, өкінішке орай, бірақ ол мені қамшылады. Келесі күні бір 12.000 теңгеге уже заказ алып қойдым. Одан ары күні 2 күннен кейін тағы бір 11.000 теңгенің заказын алып қойдым. Сөйтіп, бір аптаның ішінде өзімді қамшылап, сол бір күндік табыстың арқасында 0-дан шыға бастадық. Осы жақсы жері жұмыс істеуге үйретеді адамды. Бір күндік табыс адамға қажет негізі. Өз-өзін аша білу үшін адамға қажет. Менің есімім Қайсар. Мен 32-ші маман Сардармын. Менің таңдаған салам заңгерлік, аудармашылық және де ұлттық бұйымдар сату болады. Бүгін мен нақты өзімнің салама фокусымды қойдым да. Заңгерлік бойынша бір адаммен кездесіп, оған кеңес бердім. Берген кеңестердің нәтижесіне риза болып қалды ол кісі. Кеңес беру барысында бүкіл шаруалардың барлығын мәселелерін шешкеннен кейін барып 10.000 теңге деп келістік. Одан басқа аудармашылық бойынша әзірше болған жоқ. Бірақ ағай айтады ғой, аламанға бір ақ ат қоспайсың, бірнеше ат қосу керек. Біреу ақсап атса, екіншісіне шауа бересің деген сияқты. Дәл сол аудармашылық саласы бойынша маған бір қыз хабарласты.
тек орыс тілінен сөйлеу мәнерін жоғарлату үшін оған екеуміз келістік. 15 мың теңге бір айға деп. Курсын барлығын мен қазір жасаймын, ол кісімен жұмыс істеймін. 5 мың теңге ол алдын ала төлем жасады. Жалпы алғанда менде қазір 25 мың теңге болып тұр. Қайырлы күн қандастар. Дәл қазір нөміріңізді қалдырсаңыз, аламанға 30% жеңілдікпен тіркеле аласыз. Мұндай мүмкіндік бір жылда 3 рет беріледі. Мен өз салам бойынша мен қолөнермен айналсам, бүгін өзіміз жағымнан үй жағымнан істеп келдім. Оны осы қос елдегілер маған поддержка жасап сатып алды. Әлі сатамын деп ойлаймын. Өзімнің қойған мақсатым 300 мың тауым. Соған жетемін, ол заттарым әлі тұр. Бүгінгі табысым сразу азанда келесі алып жарты сағаттың ішінде 10 мың. Мен атым Әділет, мен Омар Қарашу ондығынам. Мен негіз бүгін азанда 3 не алдым, отказ алдым бір. Общий сумма бір 40 мыңға. Кейін үйде отырдым, ойландым. Маған бір не звондады клиент. Мен өз салам компьютерді, компьютер құрап сатам. И сосын маған не түсті 40 компьютер. Вот соны келісіп жатырмын. Заң бойынша там сол бәрі тура келсе миллионға шығуға уже не бар шанс бар. Шығамын. Бір аптаның ішінде шығамын. Бүгін үйдегі бір тренажер соны сатып жібергенмін, чтобы оны 5 мың теңге тапты деген. Мен есімім Жангүл, Садық Аманжолов ондығының мүшесімін. Енді осы 18 шағымға барлығымыз құлшынып келіп отырмыз. Тағы 2 ұлымды ертіп келдім. Өзім мен үшеуі оқып отырмыз осы ағымда, 32 шағымда. Мен бүгін өзім салам бойынша табыс таптым. Балалар киімі мен салам. Сонымен оптымды түрде, бірақ көтерме түрде. Енді соны ең таза маржасы 11,5 мың болды. Барлығы миллионер болып шықсын деп тілеймін осы. Жалпы бүгінгі қорытынды жаман емес. Барлығыңызға мен сенімді артқамын, үмітім зор болған. Барлығыңыз үшін рахмет. Бүгін атсалысы барлығыңыз бір күндік табыста жетістікке жетеміз деген белсенділіктерің үшін рахмет. Әр күннің сейсенбі күні тағы да жалғасады. Осылай жарайсыздар бүгінгі жеңіс жетістіктер үшін.